Добрый день, Қайырлы уважаемые күн, зрители. құрметті көрермендер. Қазіргі уақытта басшылық ең жақсы қолжетімді технология бюросында бейресми кездесу өткізеді. Сондай ең қолжетімді технологиялар бар әзірленген анықтамалықтардың басшылары сіздерді қызықтырған сұрақтарға жауап беретін болады. Қош келдіңіз, Ерлан Едігеұлы. Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы, атап айтқанда ең үздік қолжетімді техникалар бюросы жүргізіп жатқан Қазақстан Республикасының өнеркәсіп саласына ең үздік қолжетімді техникалар мен технологияларды енгізу бөлігіндегі жұмысты осы алаңда әңгімелеп беруіңізді сұраймын. Қайырлы күн, сіздерге ұсынып отырған мүмкіндіктеріңіз үшін алғыс білдіремін. Іс жүзінде қазіргі таңда ең озық қолжетімді технологиялар бюросы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, ең озық қолжетімді технологиялар қағидаттарына көшу бойынша ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр. Оның мақсаты қоршаған орта объектілеріне антропогендік әсерді азайту және халық денсаулығын жақсарту болып табылады. Қазір біз сізбен соңғы 10 жылдықтағы тренд туралы, қоғам санасын өзгерту және экологиялық саясатты жасыл түске бояу арқылы оны жаңарту туралы әңгімелеп отырмыз. Осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы толығырақ айтып бересіз бе? Мемлекет жаңа экологиялық кодекс күшіне енген соң өнеркәсіпке жоғары экологиялық стандарттар ұсынып отыр. Бұл императив таза ауа, таза су және біздің қолайлы ортада өмір сүрсек деген ортақ тілегіміз сияқты басты игілікті мақсаттарға ұмтылудан туындады. Ең озық қолжетімді технологиялар қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді барынша азайтуға бағытталған қызмет түрлері мен оларды жүзеге асыру әдістерін дамытудың неғұрлым тиімді және озық кезеңі. Ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтарды әзірлеу кешенді экологиялық рұқсаттардың алудың алдында жүргізіледі. Мұндай рұқсатты алу жаңадан іске қосылатын бірінші санаттағы объектілер үшін міндетті болып табылады. Жұмыс істеп тұрған бірінші санаттағы объектілердің операторлары үшін кешенді экологиялық рұқсаттарға көшу ерікті түрде жүргізіледі. Сонымен бірге кодекске ілеспе заң жобасында Қазақстан Республикасының салық кодексінде ең озық қолжетімді технологияларға көшуге және кешенді экологиялық рұқсаттар алуға ынталандыру үшін қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақыдан босату, өз қалауы бойынша табиғат қорғау іс-шараларына қаражат жинақтау, жасыл қаржыландыру және басқа да бірқатар ерекше ынталандырулар тетігі көзделген. Мәселен, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап және әрбір келесі 3 жылда өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы негізгі ластаушылар бірінші санаттағы жұмыс істеп тұрған топ 50 кәсіпорын үшін қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақыны 2, 4 немесе 8 есе ұлғайту көзделген. Бұл оларды 10 жылға дейінгі мерзімде экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде ең озық қолжетімді технологиялар енгізе отырып, керге көшуге ынталандыратын болады. Ең озық қолжетімді технологиялар қағидаттарына көшу циклдік болып табылады және 4 кезеңге бөлінген. Даярлық кезеңі өткізу, келесі кезең ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтарды әзірлеу және бекіту. Осыдан кейін ең озық қолжетімді технологиялар енгізуге мониторинг, сосын ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтарды қайта қарау. Халықаралық жасыл технологиялар орталығы 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін бірінші санаттағы топ 50 кәсіпорын үшін жоғары антропогендік әсері бар өнеркәсіптің негізгі салаларын қамтитын ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтар әзірлеу жөнінде өршіл міндеттер қойылды. Негізгі салаларда антропогендік әсерді түбегейлі төмендету, ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтарды әзірлеу және ең үздік қолжетімді техникаларды енгізудің нәтижесі болмақ. Негізгі ластаушы заттардың шығарындылары бөлігінде еуропалық көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша сарапшылар бағаланған болжамды мерзімді 2035 жыл. Ең озық қолжетімді технологиялар енгізу процесі бұл тек табиғатты қорғау қызметі ғана емес, бұл өндірістегі негізгі технологиялық процестерді автоматтандыруға, ғылымды, техникалық және технологиялық прогресті, өнеркәсіптің мемлекет пен қоғам алдындағы транспаренттілігін дамытуға, ықпал ететін импортты алмастыруға және жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған бірқатар экологиялық, экономикалық міндеттерді шешуге қабілетті құрал. Қазіргі
уақытта өнеркәсіп, ғылым, қоғам өкілдерінің, ұлттық және халықаралық сарапшылардың қатысуымен министрліктің тапсырмасы бойынша бюджеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде орталық ең озық қолжетімді технологиялар бойынша 4 сатылас анықтамалықты және ГИЗ Германия қоғамының қолдауымен энергия тиімділігі бойынша ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтығын әзірледі. Ерлан Едігеұлы көпшілікті қызықтырып отырған сұраққа толық әрі жан-жақты жауап бергеніңіз үшін сізге көп рахмет айтамыз. Атқарып жатқан игілікті ісіңізге сәттілік тілеймін. Сәлеметсіз бе, Кәмілжан Қадырұлы? Ең озық қолжетімді технологиялар бюросының басшысымен әңгімелесе отырып, біз ең озық қолжетімді технологиялар тетігі туралы біраз мәлімет алдық. Сіздің цемент және әк өндірісі және биорганикалық химиялық заттар өндірісі екі ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалығының басшысы болып табылатыныңыз бізге белгілі. Әріптестеріңізбен бірге осы бағытта атқарып жатқан жұмысыңыз туралы толығырақ айтып беруіңізді өтінемін. Мысалы, цемент пен әк өндірісіндегі шығындылардың негізгі көздері қандай және олардың шығарындылардың жалпы көлеміндегі үлесі қандай? Қайырлы күн. Біздің жұмысымыз туралы көпшілікке жариялап айтуға мүмкіндік бергеніңіз үшін рахмет айтамын. Цемент және әк өндіретін кәсіпорындардағы шығарындылардың негізгі көздері күйдіру пештері болып табылады. Сонымен қатар шикізатты тасымалдау, қоймалау немесе ұнтақтау процесінде атмосфераға шығарылатын шығарындылардың ұйымдастырылмаған көздері де бар. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының негізгі үлесін түтін құбырлары арқылы пеш жүйелерінің шығатын газдары бар шығарындылардың ұйымдастырылған көздері алады. Бұл шығарындылардың жалпы санының 99%-дан астамы. Оларға SO2 күкірт диоксиді, NOx азот оксиді, SO көміртегі оксиді және биорганикалық шаң жатады. Өте қызық екен. Өндіріс технологиясын біле отырып, белгілі бір шектер бар деп болжауға болады. Олардың асып кетуіне жол берілмейді. Сонымен ластаушы заттардың шекті деңгейлері қандай қағидат бойынша белгіленеді? Жалпы ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалық, сондай-ақ ең озық қолжетімді технологияларға сәйкес келетін шығарындылардың деңгейлері Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының жағдайлары мен өндірістік ерекшеліктеріне бейімделді. Ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтағы шығарындылардың белгіленген шекті мәндері 2013 жылғы ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалығындағы мәндерге сәйкес халықаралық нормаларға сәйкес келеді. Ең үздік әлемдік тәжірибені ескере отырып белгіленген шектер тамаша. Батыс елдерінің тәжірибесін ескере отырып, кәсіпорындардың кешенді экологиялық рұқсатқа көшуі кезінде ластаушы заттар шығындылардың болжамды түрде қаншалықты азаяды және осы іс-шараларға шамамен қанша шығын жұмсалады? Сұрағыңызға рахмет. Ең озық қолжетімді технологиялар кешенді технологиялық аудитке қатысқан цемент және әк өндіретін кәсіпорындардың ең озық қолжетімді технологияларға көшуі кезінде шығарындыларының болжамда азаюы жылына 12 мың тоннадан астам немесе ағымдағы деңгейлермен салыстырғанда 35%-ды құрайды. Жұмыс істеп тұрған технологиялық желілер мен жабдықтарды реконструкциялау үшін газ шаңды тазалау бойынша ең озық қолжетімді технологиялар енгізуге арналған шығындар болжамды түрде 39 миллиард теңгеден астам соманы құрайды.